Ой, жігіттер, неткен бақыттысыңдар. Білейін, сүрекші болды. Арға жүр ғой, жынды ма? Ой, жігіттер, неткен бақыттысыңдар. Қой соямыз ба, не істейміз, әй? 3-ші маусымда бұл жерге келмейміз. Бісміллә деп бастаймыз ба, не істейміз? Уф, қойындаршы. Сендерді біраз демалып қайтсын десек? Жұмыс жайлы айтып. Компанияны тексеру жұмыстары бітті. Енді нақты сөтеміз. Осыған да шүкір. Не істейді? Нақты. Тіл деген кәдімгі. Осы басынан ба? Әкемнің ісі таза екеніне тергеушінің көзі жеткен секілді. Не дейді? Тексеріс бітіп пе? Не болды? Әкемнің ісі таза екеніне тергеушінің көзі жеткен секілді. Сіз қараған кезде күліп тұрсың ғой. Қуанып отырсың ғой. Әкемнің ісі таза екеніне тергеушінің көзі жеткен секілді. Сен, пожалуйста, қойшы. Я не могу. Сен специально күліп отырсың. Все, кет. Все. Мен күлем, сразу айтамын. Мен де күлем. Әкемнің ісі таза екеніне. Қалай шаршағаннан Назым? Бірінші рет емес деп тұрсың ғой. Міндетті түрде емделу керек. Мен қазір қымыр. Жасын, сен есің дұрыс па? Қандай қайрат? Бір-ақ сағат қана уақыт қалды. Қандай қайрат? Қандай қайрат? Үлгермейсің, бір-ақ сағат қана. Алло, қауыр екенің бе? Болды, аға. Дайын отырсыз ба? Болды, бара жатыр. Байқын болшыға сен тезірек күтіп отыр, бош. Не өзінше болып тұрсың? Адам сияқты. Ал сен немене өзінше болып тұрсың? Адам сияқты сөйлестің. Не күлесің? Қақтасыңдар, жеги. Ерден Жаппарұлы. Менің есімім... Атымды ұмытып қаламын. Одан да басқа келін тауып аламыз. Назгүлден басқа келін жоқ па? Назгүл. Одан да басқа келін тауып аламыз. Назымдан басқа келін жоқ па? Жоқтай тұршы, мен күлкім келіп кетті. Оны тұрған не бар екен? Енді бұйырмай тұр ғой. Через паузу. Оған несіне жүректеріңізді алып тастыр. Оған несіне жүректеріңізді алып тастыр? Мен мұнам... Енді бұйырмай тұрдан бастайсың, аха. Давай, мен баста жіберейін. Давай. Мен тупит етіп тұрмын. Енді бұйырмай тұр ғой, енді бұйырмай тұр ғой, оған несіне Енді бұйырмай тұр ғой, аха. Екі айдан кейін біз Түркияда боламыз. Иә? Сіздер кетіп қаласыздар ма не? Енді бәріміз барамыз. Болмаса? Бәріміз барамыз. Кет, кешім. Сіздер кетіп қаласыздар ма не? Екі айдан кейін біз Түркияға барып кетеміз ғой. Бәріміз. Күлеу ме? Жинайық. Кешім сұрай келіп. Білем ғой, тексін білем, просто шайтаның там мешает. Айтпашы. Қойсын дәш бол. Бізге енгізін жабыз. Давай кет. Рахмет, әріптестер. Сендер?
неғып қарамай өтсіңдер, болды, білмеймін, қарап отырайындар, кетті серьезно. Трагедия есіме түсірші. Ой, басың бұйықтау. Кеш бұзайын, төгі, кет. Балайларында тұр кен. Біле. Түркия жұмыс дейді ғой, адам сотталып жатса. Соны айтам. Мен білетін Аңсар мырза, адал. Ерсең ерден мырза. Жүрмейміз. Тишина. Полная тишина. Начали. Мен білетін Ерден мырза, адал. Тихо. Күлмеңдер. Қадірлі ағайын. Шоқан аға мен кім деп ойнап айтатым. Кет. Соберись. Жүрсең жайын, ағайын, жүрші. Жерің шүшіке. Жерің шүшімеді мені. Жерді құттыды. Ол балды жеймін. Шүкейінді қайда кетіп бара жатырсың? Бұлай кетті. Ана жақ жабық. Битак ойнатасың енді. Осылай тұрасың, сіз ойнатасың. Қой енелі мен адам баласына ренжіп көрген емеспін. Қайтып отырасың. Мына жерге көтеріліп салыңыз, сосын мен сізді бүйтіп ойната саламын. Негізден болған еді. Мен бар ондаймын. Негіз бар күндер күл. Картоп. Күлме. Анау аджиканы қысқа дайындап қой көріп. Түк жүрміз ғой, денсаулығымыз жап-жақсы болып. Басын айтасың. Ақы басы жақсы. Әңгіменің бәрі картошка болып кетті ғой таңы. Лучше картоп болып кету керек. Давайте. Қай жер? Бала кезден Аджикамен картопты араластырып жеп жүрміз ғой. Стас мультигін. Ей, Ренасыдыр, мен Ренат сүйем десе. Кім болды екен таң атпай келген? Шоқан шығар. Шақырып қойған. Райхан әкпе, дайынсыз ба? Ойбай. Жалағы етіп Мен есік ашам ғой шығып. Қайдан кіріп келдің? Ойбай дедім ғой. Сол моментінен бастаймыз. Хорошо. Келді. Ага. Начали. Макарон. Шашып қалдым. Одан кейінгі сөзім қандай еді? Баяғыда ауылдан осы жаққа асылып тұрады. Кешірім. Бұларың деген үйде тамақ ішпейді қазір. Абайлап жүр. Ыстықта ішті. Баршы. Бәрі сол анау. Неден қалада. Чебуреки жеп. Мейрамхана дегенді ұмытқан бір русский іздейтін адам сияқты болып қалды, мына жерде бір қазақша сөйлей алмай. Мейрамхана деген. Иә, мейрамхана дейін десең сен чебурек депсің. Чебуреки деген. Давайте до конца. Сәлем достар. Таңертең қыздарды екі сұрақ мазалайды. Ол не киемін және не дайындаймын. Не дайындаймын деп білем ба? Тамақ не дайындаймын деп айтым керек. Иә. Қазақстан Ошай, тілдерім не отыр мен. Кеттік. Кет. Қазақстан Республикасының заңнамасына сай
Кім қай үйде тіркеулі, сол үйде өмір сүру керек. Телефон көріп болдым. Дайте кімге беріңіз қой. Өзім сесін. Давайте басынан. Дайындаламыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Арса? Аңсар үйде. Аңсар ертең.